Лейк Плейсет универсиадасының кезекті жарыс күні артта қалды. Алайда Қазақстан құрамасының студенттері үздіктер қатарынан көрін алған жоқ. Үміт күткен шаңғышыларымыз бұл жолда шапшаңдықтан талмады. Қыздар арасында ең үздік нәтиже көрсеткен Ксения Шалыгина жүлделі орынға бір табан жетпей 4-ші сатыға тұрақтады. Дәл осы классикалық әдіспен 10 шақырымға жүгірген ерлер арасында тәжірибелі деген Иван Люфт пен Святослав Матасов ондыққа да кіре алған жоқ. Жігіттердің ішінен 20 жастағы Ернұр Бексұлтан жарады. Универсиададағы алғашқы жарысына қатысқан жерлесіміз 82 үміткердің ішінен мәре сызығын 12-ші болып кесті. Трасса өте қиын, оңай емес. Барын салдым, өзім борышымды өтедім деп ойлаймын. Ертеңгі күні 10 километрлік свободный стиль қашықтықта болады. Соған тырысам бұйырса. Қарсыластар әрине оңай емес. Бәрі де жақсы, бәрі де өте мықты. Сондықтан бұған дайын келдім, мықты екенін білдім. Мүмкіндік бәрі де бар, олар да біз сияқты адамдар, біз де олар сияқтымыз. Барым салам деген ойдам, біздерге тек сеніңіздер. Жалпы командалық есепте 11 алтын, 8 күміс, 3 қола медаль алған жапондар топ бастап келеді. Екінші орында 2 алтын, 2 күміс, 4 қола мен француздар, ал Германия 2 алтын, 2 күміс, 4 қола мен үштікті түйіндеп тұр. Қазақстан құрамасы 2 алтын медальмен әзірге 9-ші орында.